Армысыздар, эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісі Жолдас Мирханова. Бүгін біздің студиямыздың қос қонағы бар, таныс болыңыздар. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің проректоры Нұржан Мақсатбайұлы Бердібаев және осы университеттің жастар ісі жөніндегі комитет төрағасы Нарқозы Қартжан. Сәлеметсіздер ме? Біз студия қонақтарымен бірге бүгін жастардың тәрбиесі жөніндегі осы университетте жастармен қандай жұмыс жүргізілуде сол жөнінде әңгімелейтін боламыз. Алдымен сөз кезегі Нұржан Мақсатбайұлы өзіңізде. Әрине, біздің Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің 85 жылдық тарихы бар қара шаңырақта тәрбие жұмысы ең алдыңғы қатарда тұрды деп айтуға болады. Осындай қара шаңырақта ең бірінші біздің университетіміздің 5 бағыттан тұратын тәрбие тұжырымдамасына тоқталып кетуге рұқсат етіңіздер. Бұл жерде тәрбие тұжырымдамасының 5 бағыты бұл студенттеріміздің болашақтағы адамгершілігі мол, рухани жағынан жетілген, өзіндік өмірлік позициясы бар студенттерді бағыттауға арналған. Ол бағыттар біріншіден ол рухани адамгершілік тәрбие, эстетикалық тәрбие, салауатты өмір салтын сақтау тәрбиесі, еңбекке баулу тәрбиесі, сонымен қатар құқықтық тәрбие. Осы 5 бағыт бойынша жалпы университетімізде тұжырымдамаға негізделген бағыттар жүзеге асырылады. Енді үлкен бір комитеттің төрағасы ретінде Нарқозы өзің ойың себебі? Нұржан Мақсатбай айтып өткен тұжырымдама сәйкес бізде студенттердің өзінің мамандығына сай, икеміне сай бізде әртүрлі бағытта 20-ға жуық студенттік үйірмелер мен клубтар өзінің жұмысын атқарып келеді. Мысалға айтатын болсақ, Ритор пікірсайысшылар клубы, Заман біздікі, элиталар одағы деген сияқты. Онан бөлек жаңағы салауатты өмір салтын ұстау бойынша Арсу лига деген біздің клубымыз бар. Бұл клубта бізде студенттер жыл бойына шағын футболдан өздерінің жарыстарын өткізіп тұрады. Онан да бөлек бізде Мидмар бизнесті және маркетингті дамыту клубы. Онан да бөлек бізде студенттердің шығармашылығына байланысты Ақжелен домбырашылар оркестрі бар. Және де тағы сондай сияқты өзінің бағытына байланысты, дағдысына дамытуға байланысты көптеген клубтар өздерінің жұмыстарын атқарып келеді. Нұржан Мақсатбайұлы, енді биыл қандай да бір жаңашылдықтар енгізіле ме? Жоспарларыңыз туралы бөліссеңіз. Жалпы бұл тәрбие жұмысы жетілдіруде өте талап ететін процесс, әрине. Сонымен қатар бізде кейінгі жылдардағы жаңалықтарымыз студенттердің өзін-өзі басқаруына көбірек көңіл бөлу. Бұл жерде Нарғоз айтып отырған 20-ға жуық ұйымдар, клубтардың барлығы ол өзін-өзін басқаруға бағытталған ұйымдар. Сонымен қатар бір мысал ретінде студенттік парламентімізді айтатын болсақ, бұл студенттік парламентте студенттер өзінің студенттерде қандай қордаланған мәселелер бар, сол мәселелердің барлығын өз арасында шешіп, оның шешімін басшылыққа жеткізіп, ғылыми кеңеске ұсына алады. Сонымен қатар ғылыми кеңесте біздің студенттеріміз мүше ретінде отыр. Яғни бұл жерде сол студенттердің өзіндік басқаруына басым көңіл бөлініп отыр. Сонымен қатар жаңашылдықтардың бірі студенттердің тәртіптік кеңестері. Студенттің тәртіптік кеңестерінде де олар қандай да бір құқық бұзушылықтар анықталатын болса, студенттердің белсенділері өздері анықтап, соларға қандай жаза тағайындау керек, өздерінің бекітілген ережесі бар, сол ереже бойынша хаттамалары толықтырылып, өзін-өзі тәрбиелеуге бағытталған қызметтер. Бұл жерде бір айтып кететін нәрсе, университеттегі тәрбие процесі мен мектептегі тәрбие процесінде өзіндік ерекшеліктер бар. Бұл университетте тәрбиені тәрбиелемей, тәрбиелі тұлға жасауға жағдай жасалыну керек деп ойлаймын. Жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз құқықтар жөнінде. Қандай бұзама құқықтарды студенттер? Әрине, ол көбінше әртүрлі себептерге байланысты жаңа ортаға келген жастар, әр үйдің еркесі дегендей ондай құқық бұзушылықтар орын алып тұрады, бірақ оның алдын алу мәселесінде бүкіл факультеттерде болсын, құрылымдарда болсын, үлкен кураторлық сағаттар, оның алдын алу жолдары әртүрлі құқық қорғау органдарымен кездесулер ұйымдастырылып тұрады. Оның қандай зардаптары бар екен, оның қайлай ертең алдыңнан маман ретінде кездескенде қандай қиыншылықтар кездесетіндігін, оның жасауға болмайтындығын түсіндіретін әртүрлі кездесулер, шаралар өткізіліп тұрады. Ал жаза жағы қалай болады? Қандай жаза қолданасыздар? Ол жерде бірінші
жазаның әрине ол ескерту, қатаң сөгіс жариялау дегенде және оқудан шығару мәселесі. Біз бұл жерде ол істеген құқық бұзушылығының қандай бағытта, оның қаншалықты ауыр құқық бұзушылық жасады дегендей соған қарай жаза тағайындаймыз. Түсінікті. Сөзіңіз аузыңызда енді жастарға университет тарапынан әлеуметтік қолдаулар көрсетіле ме? Әрине, біріншіден университет білім беретін орта, дегенмен де әртүрлі әлеуметтік топтар оқиды. Ол жерде ата-анасының қамқорлығынсыз қалған студенттер, мүгедек студенттер, тағысын тағы дегендей. Олардың барлығына университетіміздің жеңілдіктер туралы ережесі қабылданған, сол ережеге сәйкес 100%, 50% жеңілдіктер берілген. Бұл тек қана әлеуметтік топтарды ғана қолдау емес, негізінен белсенді сабақта жетістіктері бар республикалық, халықаралық олимпиадалардың жеңімпаздарына да осындай әлеуметтік қолдаулар көрсетіледі. Ал енді биыл бір арнайы гранттар бөлдіңіздер ме? Санын көбейту болсын. Әрине, мемлекеттік грант, бірінші кезекте мемлекеттік грант, ол мемлекеттен бөлінетін грант. Одан тыс университетіміздің өзінің Жұбанов атындағы грант бар. Жұбанов керуені жобасы аясында бүкіл аудандарға аралап, бүкіл мектеп түлектерінің ішіндегі осындай жетістікке жеткен студенттерге өзіміздің 85 жылдығымызға 85 грантымызды берген болатынбыз. Олар болашақ біздің түлектер, біздің студенттеріміз ертең студентімізге айналады деп сенім білдіреміз. Енді әлем жайлаған пандемия біздің елімізге де келді. Соған байланысты енді осы оқу жүйесінде қашықтықтан оқыту саласы енгізіліп жатыр. Сіздің университетте осылай. Енді осы қашықтықта оқу басында сіздерде проблема туындады ма? Дайын болмау деген сияқты. Жоқ, біздің университетіміз бұл қашықтан оқыту процесі бұрыннан жолға қойылған. Мектептердегі кездескендей қиыншылықтар біздің жоғарғы оқу орындарында, жалпы республикамызда жоғары оқу орындарында ондай қатты қиыншылықтар кездескен жоқ. Себебі оған дайын платформаларымыз болды. Енді өзімізге келіп тоқтайтын болсақ, біздің Темірқазық студенттерге қызмет көрсету орталығының өзінің қызметі осы кезде жоғарылады. Сұраныс көбейді. Сонымен қатар Smart Арсу мобильді қосымшамыз өткен жылы іске қосылған болатын. Сол Smart Арсу мобильді қосымшасы арқылы қандай да бір сұрақтары туындаған, мәселесі туындаған студенттеріміз Темірқазыққа өзінің өтініштерін жолдайды. Темірқазық өз кезегінде жауапты тұлғаларға олардың өтініштерін жеткізіп, кері байланысты орнатып отырды. Әрбір мәселе дер кезінде өзінің шешімін тауып отырды. Бұл төтенше жағдай енген кезде ең бірінші университет өзінің студенттерін қашықтан оқыту үшін еліне қайтарды. Шетелде академиялық ұтқырлықпен оқып жүрген студенттерімізді елімізге әкелу мәселесін алға жедел шешті. Сонымен қатар университетіміздің өзінде тігін цехтары бар, сол жерде маскаларымыз тігілді университетіміздің. Сонымен қатар оқытушыларымызда кейбірлерінде мысалы үшін ноутбукке, компьютерге деген сұраныстар бар, солардың барлығын қамтамасыз етті. Ал химтехнологтарымыз болса, қызметкерлеріміз үшін антисептиктер дайындап, соны қолдануға беріп отырды. Нархоз, енді студент ретінде өзің осы қосымшаларды пайдаланып жатсың ба? Қазір сынақ кезі бір қандай да бір қиыншылықтар туындап жатқан жоқ па? Әрине, студенттер бұл қосымшаны барынша бүкіл мүмкіндігін ашып қолданды. Бұның барысында ешқандай бізде мәселе туындаған жоқ. Онан бөлек бізде осы індет басталғалы бері ең алғашқы болып осы жастар ішінде комитет мүшелері, онан бөлек студенттік парламент және де студенттік клубтың мүшелерімен үлкен штаб құрылған болатын. Сол штабтың негізгі жұмысы бұл осы індет кезінде пайда болған мәселелерді анықтап, дер кезінде шешімін табу болды. Және де осының арқасында бізде көптеген мәселелер дер кезінде өзінің шешімін тауып отты. Онан бөлек біздің көптеген
жаңа айтып отырсыз ғой, оқу жүйесі қашықтан форматқа өтті. Онан да бөлек біздің тәрбие жұмысы да осы қашықтан форматқа өткен болатын, сандық формат деп жатырмыз. Бұл орайда біздің IT волонтерлар клубы физика-математика факультетіне ашылған өзінің үлкен жұмысын атқарды. Яғни керек онлайн білім порталдарын, пайдалы ресурстардың барлығын олар көрсетіп, түсіндірме жұмыстарын YouTube каналынан, YouTube желісінен каналды ашып, сол жерде видео түсіндірме арқылы өздерінің жұмыстарын жүргізген болатын. Онан бөлек бізде көптеген шаралар онлайн форматқа өткен болатын. Мысалға, жоғарыда айтқан Proactive академиясы өзінің Proactive Time жобасында, мысалға, топ басшылармен, яғни старшылармен кездесіп, студенттердің арасындағы қандай да бір сұрақ болса, мәселе болса, сол жерде ашық диалогтық алаң құрып, олармен тікелей байланысты болып, сол мәселелердің алдын алып шешіп отырды. Онан да бөлек бізде көптеген студенттік клубтарымыз өзінің онлайн форматында жұмыстарын жүргізді. Және де жаңа айтып өткен Proactive академиясы жанындағы волонтерлар мектебі бар. Сол волонтерлар мектебі жанында біздер Батыс өңірінде алғашқы болып онлайн волонтерлар мектебін өткізген болатынбыз. Яғни Zoom стримингтік платформасы арқылы өзінің осы облыстағы волонтерлық қозғалыстағы белгілі бір дәрежеге жеткен жетекшілері, аға буындары, осы біздің волонтер болғым келеді деген жастарға, жас оқушыларға өздерінің тәжірибелерімен алмасып, сондай үлкен бір шара өткен болатын. Онан да бөлек жастар саясатымен мәселелер басқармасымен бірге отырып, волонтерлікке жол хакатоны өткізген болатынбыз. Бұл жолда бүкіл облыстың аудандарынан біздің жас достарымыз, оқушылар, жас мамандар осы хакатонға қатысып, волонтердағы әлеуметтік мәселелерді шешу бойынша бұл шешімдерді олар жоба арқылы жүзеге асырып, сол хакатонның нәтижесі ретінде қазіргі таңда аталған осы ұлттық волонтерлық бағдарламаларға шағын грант жариялаған болатын, және де сол шағын гранттарға олар сол жобаларды ұсынды. Және де онан да бөлек біздің осы волонтерлық топтар өзінің жеке волонтер болсын, топтық болып болсын, осы шағын гранттарға 4 жоба ұсынған болатынбыз. Жақсы түсінікті. Нұржан Мақсатбайұлы, соңғы сұрақ сізге. Осы жоғары оқу орындарында корпоративтік мәдениетті қалыптастыру бойынша айтып жіберсеңіз. Корпоративтік мәдениетті жалпы бұл ұжымның бір ауыздан бағытталған мәдениет деп түсіну керек деп ойлаймын. Біздің университетімізде бұл корпоративтік мәдениетті кеше ғана Тоқаев, ел президентіміз Тоқаевтың қоғамдық келісім кеңесінде атаған адами капиталға назар аудартқым келеді. Президентімізде сол жерде жоғары оқу орындарындағы лигаға бөлу ұсыныстарын қолдайтындығын білдірген болатын. Әрине бұл корпоративтік мәдениеті қалыптасқан жоғарғы оқу орындары жоғарғы лигаға енеді деп ойлаймын. Бұл корпоративтік мәдениетіміз бізде қазіргі таңда бұл сапа болу керек. Ол сапаның өзі бірінші сапасы ол білімнің берудің сапасы, екінші одан шыққан маманның, түлектің сапасы, үшінші профессор, оқытушы құрамның сапасы болу керек деп ойлаймын. Біздің корпоративтік мәдениетіміз осы. Яғни білім беруде ол барлық адалдық қағидаларын ұстап, барлығын жасайтын болса, ол білікті маман болып шығады. Білікті маман әрине ондай қоғамда сұранысқа ие, ол жұмысқа орналасады. Оларға кім білім береді? Біздің жаңағы үшінші сапамыз, ол профессор, оқытушылық құрам. Оларды ұстау үшін қазіргі таңда, мысалы үшін университетімізде мықты мамандарды университетке шақыру үшін әртүрлі жобалар жүзеге асырылуда, жас ғалымдарды жұбанып шақырады деген сияқты. Сол қазіргі таңда университет басшылығы өзінің жұмысқа қабылдауда мамандарды жас мамандарға үлкен қолдау көрсетуде. Сол жас мамандарымыздың бірі осы Нарғозы қасымызда отыр. Біздің университетіміздің түлегі, қазіргі жастар ісі жөніндегі комитеттің төрағасы. Рахмет, мықты маман даярлай беріңіздер. Құрметті көрермендер, бізде студияда қонақта болған Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің проректоры Нұржан Мақсатбайұлы Бердібаев пен осы университеттің жастар ісі жөніндегі комитет төрағасы Нарғозы Қартжан болды. Сұхбатты жүргізген Жұлдыз Мирханова. Назарларыңызға рахмет. Бағдарламаның бас серіктесі КТП жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.